Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сайлау Абден. Достар, көпшіліктерін сұрап жатсыздар, Америкаға студенттік визамен баратын болсақ қандай жұмыстар істеуге болады деп. Қараңыздар, егер де сіздерді студент виза болып обедтен кейін істеп жүрген жұмыстарыңыз қанағаттандырмайтын болса, және де пятница, суббота, воскресенье күні демалыс күндері жоғары жалақыдағы жұмыстар тауып аламын дейтін болсаңыздар, ең жақсы жұмыстардың бірі бұл гольф клубтарда жұмыс жасау. Өте көп жұмыстар. Қараңыздар, Long Island, Монток, Нью-Джерси, Стетен Айленд және де Филадельфияда, Атлантик Ситида да, кстати, казино, гольф клубтар бар. Қараңыздар, сондай жерлерде кейтеринг фирмалар арқылы жұмысқа кіруге болады. Обучение болады, кішкене бір 3 күнде бір мобильный приложение арқылы, қиын ешнәрсе жоқ. Және де сол жерге официально жұмысқа тұруға болады. Ол жұмыстардың бір жақсысы гольф клубтарда, яғни через контракт арқылы жұмыс жасау. 3 күндік контракт болады. Пятница, суббота, воскресенье күні. Пятница күні азанда шығып кетеді и воскресенье күні түнде келеді. Гольф клуб, ол жұмыстар қалай болады, сол жөнінде бүгін сіздерге айтып беремін. Long Island, мысалы Long Island'ды айтайық. Long Island'дың бәрі тола гольф клуб, американецтердің барлығы уикендте пятница күні сразу барлығы Long Island'ға кетеді, семьясымен бірге демалады. Сол жерде жұмыс істеу несі, таблицасы, яғни уақыт шкедул, ол былай болады. Біз жұмыс жасаған уақытта мынандай еді, 5 сағат жұмыс жасаймыз, 3 сағат ұйықтаймыз, 5 сағат жұмыс жасаймыз, 3 сағат ұйықтаймыз, солай 24 сағат. Солай болатын. И ана кетеринг фирмада балдарменен сөйтіп ауысып отыратын едік. Әрине ол ауырлау кішкене, адам ұйқысы қанбайды, 3 сағаттан ұйықтау деген секілді. Бірақ бұл сол әлгі демалыс орнының сондай талабы. Себебі әлгі демалыс нелерде тамақты 24 сағат бойы береді. Яғни кейде кешкі сағат 9-да сен 12-ге дейін ұйықтап аласың, түнгі 12-ден азан сағат 5-ге дейін тұрасың стейшнда, тамақ беріп, завтрагын беріп, мысалы сондай. Одан кейін непосредственно гольф несінде жұмыс жасайсың, кешке жақын столғадағы ужин жасайсың. Сондай жұмыстар бар. Одан кейін гостиницаны убирать етесің. Вот осындай. Сол жұмыстарда сағатына шамаменен ол кезде $18 болатын. Яғни сен 24 сағаттың ішінде приблизительно кейде жұмыс жасайсың 15-16 сағатқа дейін. Вот осындайға дейін барады. Сол кездерде и плюс еще чаевойлар болады. Чаевой енді әр кезде арқалай. Егер де сен хостес позициясында болатын болса, бір кезде жұмысын немесе барменнің позициясындағы, ол кезде саған чаевойлар өте көп түседі. Бір күнде прям $200 дейін сондай. Сол кезде енді в среднем айтайын, бір аптада біз студент болып жұмыс істеп жүрген кезде пятница, суббота, воскресенье күні барып, сол жерде жатып, ұйықтап, тамағын жеп жұмыс істеп кететін едік. Сол кезде $1500 шығатын еді. Сондай. Максимум $2000 дейін шыққан кездері бар. Ол яғни барлығы чаевойға байланысты. Сол секілді достар, сіздерге кейтеринг фирмаларда жұмыс іздеуге қажет болатын болса, обучение өту керек болатын болса, Нью-Йорк қаласында онда хабарласыңыздар. Телефон номерлерінің барлығы осы видеоның описаниясында жазылған. Сіздермен бірге болған мен, Сайлау Абди. Комментарий жазамыз, лайк басамыз. Видеоны көргендеріңізге рахмет.